Алманың құрамында С, В1, В2, П, Е дәрумендері мен марганец, кальций, калий, фосфор, натрий, молибден, мырыш, барий микроэлементтері бар. Алмадағы темір қан айналым жүйесіне өте қажет. Сондай-ақ онда жасұнықтың өте көп бөлігі бар. Алма бауыр, бүйрек, асқазан, ішек жолдарының жұмысын жақсартады. Бет терісінің түсін жасартып, жас әрі күтімді етіп көрсетеді. Құрметті оқырман, осы айдың соңына дейін 1000 оқырманға жетуге атсалысуларыңызды сұраймын. Ол үшін арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетсеңіз болғаны. Алманың зиянды жағын білдіңіздер ме? Тым қарапайым сұрақ. Сіздердің бір ауыздан алманың пайдалы екендігін айтатындарыңызға сенімдіміз. Алайда диетолог мамандар алманың зиянды тұстарының бар екендігінде естен шығармауға кеңес береді. Алманың құрамында С, В1, В2, П, Е дәрумендер мен марганец, кальций, калий, фосфор, натрий, молибден, мырыш, барий микроэлементтері бар. Алмадағы темір қан айналым жүйесіне өте қажет. Сондай-ақ онда жасұнықтың өте көп бөлігі бар. Алма бет күтімінің терісін жақсартып, жас әрі күтімді етіп көрсетеді. Холестерин мөлшерін азайтып, іш қатудың алдын алады. Диареяны емдеп, иммунды жүйені нығайтады. Алдыңыздағы тізімді көріп, ешқандай нашар қырын байқамағанын айтарсыз. Асықпаңыз. Диетологтар алманың құрамындағы жасұнықтың көп болуы, тоқ ішектің қабынып, ауруының пайда болуына әкеліп соқтыруын және асқазан ішек жолдарының жұмысына зиян тигізуіне әбден мүмкін екендігін айтады. Екіншіден, құрамдағы жеміс қышқылын шамадан тыс көптігі асқазандағы жараны ұлғайтып жіберу қаупі бар. Үшіншіден, алманың қышқылы тістің эмаліне қатты әсер етеді, яғни оны жұқартып, тісті сезімтал етіп шығарады. Алма жапырағынан дәмделген шайды көп ішпеңіз. Мұның қант диабет ауруына шалдықтыратыны дәлелденген. Жеміс-жидектің, оның ішінде алманың денсаулыққа пайдасы мол. Сондықтан оның қасиеттері туралы айта кеткен жөн деп жазады түрлі мамандар. Алманың құрамында А, С, В1, В2, П, Е дәрумендері бар. А дәрумені ағзаның өсуіне, дамуына әсер етіп, түрлі ауруларға қарсы тұруға көмектеседі. А дәрумені шаштың, тырнақтың өсуіне әсер етеді. Ол жетіспегенде тері құрғап, жарылып түсті, үңгіртенеді. В1 дәрумені организмге дұрыс зат алмасу үшін қажет. Бұл дәрумен жетіспегенде шаршаңдылық сезіндіп, ас қорыту жүйесі бұзылады. Ағза В1 дәруменіне зәру болған жағдайда жүйке жүйесі ауруға шалдығуы мүмкін. В2 дәрумені басқа дәрумендер сияқты организмнің бір қалыпты өсуіне қажет. Жарақаттардың тез жазылуына мүмкіндік береді. Көздің жақсы көру қабілетін арттырады. Бұл дәрумен жетіспеген жағдайда ерін құрғап, ұшық шығады. Денеге түскен жарақат баяу жазылады. С дәрумені ағзаның жұқпалы ауруларға қарсы тұра алу әрекетін арттырады. Сүйекке және тіске беріктік қасиет береді. С дәрумен жетіспегенде ағза тез шаршайды. Сілемейлі қабықтар қабынады. Қызыл иек қанталайды. С дәрумені ағзаға қыс пен көктем айларында көбірек қажет. Е дәрумені бұлшықеттердің қызметін жақсартады. Сондай-ақ алмада марганец, кальций, калий, фосфор, натрий, молибден, мырыш бар. Бұлар ағзаға жеткілікті мөлшерде болса, адам жиі ауырмайды, ойлау қабілеті жақсы дамиды. Ал ең бастысы, алма темірге бай. Темір қан айналым жүйесіне өте қажет. Ол жүрек, бауыр, бүйрек, асқазан, ішек жолдарының жұмысын жақсартады. Бактерия мен әртүрлі вирустардың сақтану үшін күніне бір алма жеу қажет. Алманың жер шарында 36 түрі бар. Қазақстанда алманың апор, сиверс, недзвецкий, қырғыз алмасы деген тағы да басқа түрлері көптеп кездеседі. Алманың отаны орталық Азия, сұрпына қарай алма ағашының өмір сүру ұзақтығы әртүрлі. Олар 20 жылдан 100 жылға дейін өсе беруі мүмкін. Денсаулық бізге берілген ең қымбат сый. Сол үшін де әр дерттің алдын алуда дәрігермен кеңесе отырып ем қабылдағаныңыз абзал. Сіздермен ақпарат бөліскен денсаулық зор байлық арнасы. Осы видео пайдалы ақпараттарға толы болды деген ойдамын. Келесі кездескенше сау болыңыз.